екінші кейіпкерді мен сияқты динозаврлар, мен сияқты ұлттар танымау мүмкін. Қазір обсуждение бірдеме кетеді, сендердің аралар, қазір группаларыңа, чаттарыңа жібересіңдер. Кім ей? Бірінші кейіпкер кім, екіншісі. Біріншісін енді былай танисың, білуің мүмкін, бірақ екіншісін білмейсің. Поэтому басын қатырма. Жас қыздар, вот сендер бер жақындаңдар. Сендер бірден білулерің мүмкін. Вообще бұл қызды осы жігіт арқылы таныдық. Бұл жігіт деген өзі бір шулатып жүретін жігіт қой. Репутациясы бар ғой, не очинский. Но қасына осындай сұлу беп казашка келген кезде біз деген мә дедік. Не деген сұлу қыз. Оқыған, тоқыған, қаны да голубой екен деп ше. Бар жердің, бай жердің қызы, бірақ неге бұған тұрмысқа шықты, блядь, дедік. Жақында ажырасқанын естіп тағы да бір бұлар біздерді шулатты ше, бүкіл халықты. Барлығы отырып ебать деді. О бастан білді ғой, бұл өзі қандай еркек болады екен, мына может осы қыз келіп бұны жөндейтін шығар деп ойлады көбісі. Бірақ бұл жігітті, бұл қыз да өзгерте алмады. Бұл жігітті білмеймін, қандай қыз келіп өзгертетінін. Негізі, жандарым, если ол осындай итаяқ болса, өзгермейтін, көріп тұрсың, лаққан еркек болса, оны жөндеймін, бүйтіп алам, сөйтіп алам деп ойламай қой. Басынан көріп тұрсың ба қандай екен, ана тәпішкеңді алда, қолың алда қаш. Не керек саған ол, например, білмеймін. Бұл жігіттің бір құдіреті әйтеуір соскі қыздармен жүреді да соларды ғашық қылады ғой. Ал қыздар, жас бой жеткен қыздар, несіне іліге түр десең бір пиздес түрі де жоқ, бой дейтін бойы жоқ, дене дейтін денесі жоқ, қай жеріне қызығаны дейтін болсаң, былай қарайтын болсақ, бір щедрый мужчина екені көрініп тұр. Сыйлыққа келгенде алақандары ашықшы, банк еткізеді. Сосын сыйлығынан кейін бұның сөзге шеберлігі. Әйел адамға қандай сөз сөйлеу керек, қалай оны баурау керек, оның барлығын бұл жігіт біледі. Сөйтіп қызды өзіне ғашық қылады ғой. Қандай қыз болмасын ол, мен дегенше. Неше түрлі қызбен көрдім мен бұл жігітті. Сонымен қыз, сен де бой жеткен болсаң, қойш деп, жақсы жігіт қой, мен үшін бүйтіп тұр ғой деп, сыйлығымен, оның айтқан сөздерімен оның махаббатын өлшеме. Кішкене прошлыйына қара, не істеді, қандай қателіктер жасады деген сияқты. Зависимый адам ба, жоқ па, оның барлығына мән беру керек. Хуйня әңгіме, когда сен думаешь, что сен өзіңе ғашық қылып аласың да өзгертіп аласың. Нет, если он зависимый человек, то его не исправить. Өзгерте алмайсың, егерде ол өзі өзгеремін деп өзгеруге қадамдар жасамайтын болса да. Сондықтан да қараймыз, особенно если он зависимый, то одан айырылу өте қиын. Поэтому думать, что оны өзгертіп аламын, елдің бәрі хуйня әңгіме айтып жатыр, мен ол басқа, анау деп оны ақтап алудың қажеті жоқ. Сол сияқты осы қызымыз біздің, керемет деген сұлуымыз осылай қателесіп тұрмысқа шықты. К тому же бұл жерде өмірге деген екі түрлі көзқарас бар. Она какая, да? Он какой? Ақшамен мына дәрежеге жеттім деген сияқты, анандай грязный ақшамен мына дәрежеге жеттім деп ойласа, это ошибка. Өйткені бұның көзқарасы барлығы ойы төмен, мынанікі жоғары, қыздікі, тең-теңмен, тезек қабымен. Сол сияқты мысалы да, если мен далбойыпқа болсам, мен өзімнің жанымда бір далбойыпты көргім келеді. Біз екеуміз коннекттеміз. Бля, шешесі, 60 кетіп баратыр, ебать деп ше. Бір екі шашлык баранина, бір лағман ше. Бұл, да? Егер менің дәрежем сондай болса, менің жанымда сондай бір дәрежелі адам болу керек. А егер менің дәрежем жоғары болса, допустим, да, мен ресторанға келдім, допустим, пожалуйста, принесите мне
лосося в сливочном соусе и, пожалуйста, на гарнир деп тұрда арқасында долбоеб, допустим. Қандай лосось? Бляш, лағман жегін кеп тұр. Острый приправасымен ше, лағман жіберші. Екі бөлек әлем. Олар қай тілде бір-бірімен сөйлеседі. То есть ортақ қандай тема оларда? Екі әлем болса, ол бір әлем бола алмайды. Пирожки алуға очередьте тұрсам, екі очки киген парочка, бір еркек, бір әйелші, Бетховеннің симфониясы туралы әңгіме айтып тұр. Бірдеме деп ше, творчествосын ше. Мен түсінбедім, Бетховен деп ше, біздің дәреже Қайрат Нұртас шешесі. Қандай Бетховен, да? Мысалы, соның еркегі маған кеп Бетховеннің симпозиясының бір бәлесін айтса, мен бар ғой, нихуя түсінбеймін оны. О чем ты, брат, деп ше, ішім пысып кетеді, да? Мысалы, екеуміз қосып қойса, да? Сол сияқты ғой. Сендерге түсіндіру керекпін мен. Әр адамның өзінің дәрежесі болады, я? Сол әр адамның өзінің әлемі болады, өзінің түсініктері, өмірге деген көзқарастары, я? Сол көзқарасына сай өзінің ер азаматы немесе әйелі, қызы болу керек, парасы болу керек, да? А бұл жақта екі әлем. Мен қазір айтып отырған адамдар. Екі адамның өмірге деген екі түрлі көзқарасы, өмір сүру салт дәстүрі екі түрлі болғандықтан, я, одна из причин развода, но самая большая причина тут, опять-таки, это зависимость. Қандай зависимость екенін айтпай ақ қойшы, барлығы біліп қоймас үшін, да, қандай кейіпкер туралы айтып отырғанымды. Но берекені алып келудің орнына берекені шашқан адам, и еще құмар адам, я, ол жерде уже ұйытқы да береке де отбасыда болмайды. А еще, если он, да, мысалы, юктан болса, да, ешкім ренжімес, мен өзім сояқтан еркектің жаңағы өмірге деген көзқарасы, әйелге деген көзқарасы қандай болады? Оған да байланысты. Отырма, тұрма, симе, ананы киме, бүйтпе, сөйтпе, қатын деген мынандай болу керек, анау деген сондай, бүйтпе, сөйтпе, ананы киме. Әйел адам бүйту керек, еркек адам мынандай болу керек, әйел адам сыйлау керек, бүйту керек, сөйту керек деп ше, өзінің сол бір взглядтарын, өзінің дәрежесін және принциптарын мына енді келіншегіне көрсете бастаған кезде, а ол қызда, извините, простите, вообще басқа жанұяда өмірге келген, басқа ережелерімен, я, оның бетін қақпай өсірген ол қызды. А тут он: ей, ты о чем дейді ғой? Мен сені итаған мынауыңа шыдап жұмыс ма, не айтып отырсың дейді ғой, мысалы. Көрдің ба? Вот. Осы кезде ажыраспауға амал жоқ. Дұрыс. Негізі көтермей, я, екқалат болмай, ажырасып кетіп нүктесін қойған дұрыс болды деп ойлаймын бұл оқиғада.